Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Бухариде келген хадисте өте қатты айтады. Мен тозақ отын көрдім дейді. Сол тозақ отында әйелдерді көп көрдім. Сахабалар айтады: я Расулалла, неге әйелдерді көп көрдіңіз деген кезде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: олар күпірлік қылды. Сахабалар сұрайды: я Расулалла, олар Аллаға күпірлік қылды ма деген кезде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады: якфурнал ашира ва якфурнал ихсан. Олар өздерінің күйеулеріне күпірлік қылды, күйеулерінің жақсылықтарын жоққа шығарды дейді. Олар мынандай әйелдер дейді: лау ахсанта иля ихдахунна дахра. Оларға жылдап бойы жақсылық жасап, сумма раат минка шейан, сөйтіп бір күндері сенің кемшілігіңді көрсе, қалат ма раайту минка хайран қатту. Сенен ешқандай да бір жақсылық көрмедім деген әйелдер деп айтты дейді. Сол себептен де күйеулеріңіздің жасаған жақсылықтарыңызды көріңіз, шүкіршілік қылыңыз.